Сәлем достар, біз сіздермен түзулердің арасындағы бұрыш, түзулердің перпендикуляр тақырыбын қарастырудамыз. Бізге берілген келесі есептің шарты мынандай. АВС тік бұрышты үшбұрыштың АС қабырғасының ұзындығы 3 см, ал ВС қабырғасының ұзындығы 4 см. Екі катеті берілген. С төбесінен тысқары орналасқан Д нүктесі осы үшбұрыш жастығына перпендикуляр. Сонда СД-ның ұзындығы 5-ке тең болса, онда Д нүктесінен тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузаға дейінгі ара қашықтығының ұзындығын табуымыз керек. Есептің шартын жазайық. Бізге АВС тікбұрышты үшбұрыш берілген. Тікбұрышты үшбұрыш. Осы тікбұрышты үшбұрыштың екі катетінің ұзындығы берілген. АС-ның ұзындығы 3 см, ВС-ның ұзындығы 4 см. Және С төбесінен тысқары орналасқан Д нүктесі үшбұрыш жастығына перпендикуляр. Сонда СД кесіндісі АВС үшбұрыш жастығына перпендикуляр. Және СД-ның ұзындығы 5 см-ге тең. Бізге табу керек Д нүктесінен АВ гипотенузаға дейінгі ара қашықтықты. Енді суретін салайық, қандай ара қашықтықты табатынымызды суреттен көрсетейік. Алдымен бізге кез келген тік бұрышты үшбұрыш берілген. Сонда АС мен ВС катет болғандықтан С төбесі тік деген сөз. АС және ВС. АС-ның ұзындығы СВ-ға қарағанда қысқа. АС-ның ұзындығы 3-ке, СВ-ның ұзындығы 4-ке тең. СД осы үшбұрыш жастығына перпендикуляр. СД үшбұрыш жастығына перпендикуляр. Ол СВ-ға да перпендикуляр және АС-ға да перпендикуляр. СД-ның ұзындығы 5-ке тең. Бізге Д нүктесінен АВ гипотенузаға дейінгі ара қашықтық табу керек. Ол үшін ара қашықтық табу үшін алдымен С төбесінен АВ-ға ең қысқа ара қашықтық перпендикуляр. Алдымен С төбесінен АВ-ға дейінгі перпендикулярдың ұзындығын табамыз. Оны біз О деп белгілесек, олай болса АВ гипотенузаға мен Д нүктесінің арасындағы ең қысқа ара қашықтық ДО болады. Яғни бізге ДО-ның ара қашықтығын тапсақ, осы Д нүктесінен АВ гипотенузаға дейінгі ара қашықтық болып табылады. Енді бізге не белгісіз? Бізге АС-ның ұзындығы белгілі 3 см, және ВС-ның ұзындығы 4 см, СД-ның ұзындығы 5 екені белгілі. Бізге алдымен тікбұрышты үшбұрышта АВ-ның гипотенузаның ұзындығын табайық. Шешуі. Сонда бізге табу керек. Сурет бойынша Д нүктесінен АВ гипотенузаға дейінгі ара қашықтық, ол бізде ДО-ның ұзындығын табу деген сөз. Шешуін қарастырайық. АВ гипотенузаның ұзындығын табу үшін Пифагор теоремасы бойынша катеттерінің квадраттарының қосындысы гипотенузаның квадратына тең. Олай болса, АВ-ның ұзындығы бізде квадрат түбірасында АС-ның ұзындығы 3-тің квадраты 9, ВС-ның ұзындығы 4, 4-тің квадраты 16. 9-ға 16-ны қоссақ, квадрат түбірасындағы 25-ке тең, ал 25-тен 5 шығады. Сонда АВ-ның ұзындығы мен СД-ның ұзындығы тең деген сөз. АВ-ның ұзындығы мен СД-ның ұзындығы тең екенін көруге болады. Екеуі де 5 см-ді құрайды. Енді С төбесінен АВ-ға түсірілген перпендикуляр СО. Осы перпендикуляр АВС үшбұрыштың екі тікбұрышты үшбұрышқа бөледі. Яғни үшбұрыш СОА үшбұрышы мен үшбұрыш СОВ тікбұрышты үшбұрыштар. Тікбұрышты үшбұрыштар. Және СО-ның қанша ара қашықтығы белгісіз. Оны біз H деп белгілейік. Және АО мен ОВ-ның қосындысы бізге 5-ке тең. Бірақ АО-ның ұзындығы, ОВ-ның ұзындығы белгісіз. Яғни оны X, Y деп белгілейік. Бірақ осы X пен Y-дің қосындысы 5-ке тең.
x пен y-тің қосындысы 5-ке тең. Енді бұл жердегі екі тікбұрышты үшбұрыш көргендіктен АЦО үшбұрышының гипотенузасы. Олай болса, екі катеті h пен x-тің квадраттарының қосындысы 3-тің квадратына тең. Жазамыз. h квадрат қосылған x-тің квадраты тең болады 3-тің квадраты 9-ға. Ал екінші тікбұрышты үшбұрыш SOV-дан h-тің квадратына y-тің квадратының қосындысы 4-тің квадратына тең. h квадрат қосылған y-тің квадраты тең 4-тің квадраты 16-ға. Сонда біз 3 теңдеуден құралған теңдеулер жүйесін аламыз. Соңғы екі теңдіктен h-тің квадратын тауып алайық. h-тің квадраты тең 9 алынған x квадрат. Екінші теңдеуден h-тің квадратын тапсақ, 16-дан аламыз y-тің квадраты. Және біреуінен x-ті тапсақ, x-тен 5 алынған y деген сөз. Алғашқы екі теңдіктен h-тің квадрат, яғни олардың соңғы жақтары тең болса, онда олардың қалған бөлігі оң жақтары да тең. Сонда 9 алынған x-тің квадраты тең болады 16 алынған y квадратқа. Және x-тің мәні 5 минус y-ке тең. Біз енді екі айнымалысы бар теңдеулер жүйесін алдық. Енді x-тің орнына 5 минус y-ті қоятын болсақ, бір айнымалысы бар теңдеулер жүйесін аламыз. Сонда 9-дан азайтамыз, x-тің орнына 5 алынған y-тің квадратын. Тең болады 16 алынған y квадратқа. Енді квадраттап ашатын болсақ, 9-дан азайтамыз, 5-тің квадраты 25, минус болады, жақшаның алдындағы мен плюс 10y минус y квадрат. Тең болады 16 минус y квадрат. Бұл жерде екі жағында да минус y квадратты жойып жіберуге болады. Теңдіктің бір жағына шығаратын болсақ, таңбасы қарама қарсы азайтылып кетеді. Сонда бізде қалды 10y. 9-дан 25-ті азайтатын болсақ, минус 16, минус 16-ға минус 16-ны қосатын болсақ, немесе керіс жаққа жіберетін болсақ, 32. Сонда y-тің мәні 32-ні 10-ға бөлсек, 3,2-ге тең. Енді біз y-тің мәнін тауып алдық. Y-тің мәні белгілі болса, бізге қажетті h-тің мәнін табуға болады. Онда мына аралыққа h-тің мәнін табайық. h тең болады, квадрат түбірісті 16-тан азайтамыз 3,2-ның квадратын. Сонда 16-дан 3,2-ның квадратын азайтатын болсақ, 3,2-ның квадраты 10,124, 16-дан азайтатын болсақ, квадрат түбірасында 5,176-ға тең. Яғни бізге ізделінді h-тың ұзындығы, яғни SO-ның ұзындығы 5,76-ға тең. Енді бізге DO-ның ұзындығы керек. DO-ның ұзындығын табу үшін бұл жерде DC CO-ға, яғни үшбұрыш жастығына перпендикуляр болғандықтан CO-ға да перпендикуляр. Яғни бұл жердегі үшбұрышымыз бізде тікбұрышты үшбұрыш. Тікбұрышты үшбұрышта DC мен CO катеттері. Ал DO гипотенузасы, яғни Пифагор теоремасы арқылы DO-ның квадраты ол бізде CD-ның квадратына қосамыз CO-ның квадратын. Сонда DO-ның ұзындығын табу үшін квадрат түбірасында CD-ның ұзындығы 5, яғни 25 болады. Квадраттасақ, CO-ның ұзындығы ол бізге h-қа тең, яғни квадрат түбірасында 5,176-ның квадраты. Сонда квадраттап қосатын болсақ, бізде квадрат түбірасында 25 қосылған 5,176. Сонда түбірасында өрнекті ықшамдап қосып квадрат түбірасына шығаратын болсақ, алымында квадрат түбірасынан 769-дің 5-ке қатынасына тең. Есептің шартында бізде балалар D нүктесінен AV гипотенузаға дейінгі арақашықтық табу керек болатын. Ол арақашықтықтың мәні осы мәнге тең. Біз сіздермен түзулердің арасындағы бұрыш, түзулердің перпендикуляр тақырыбынан алған есептерді шығардық.
Келесі кездескенше сау болыңыздар.